Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Каналыма қош келдіңіздер. Барша мұсылман бауырларымыздың ұстаған оразалары қабыл болсын. Рамазан айы айлардың сұлтаны. Аллах тағала бұл айды көптеген артықшылықтарымен ерекшелендіріп қойған. Бұл ай сауаптар еселеніп берілетін ай. Бұл айда істелген бір жақсылық өзге айда істелген парыз амалдың сауабына тең. Бұл айда істелген бір парыз амал өзге айларда істелген 70 парыз амалдың сауабына тең. Бұл ай Құран айы деп те аталады. Себебі бұл айда ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға қасиетті Құран түскен. Және де бұл айды түні құлшылыққа толы ай деп те атайды. Өйткені мұсылмандар күндізін оразамен өткізіп, ал түнін құлшылықпен өткізумен болады. Ал енді бұл айда қандай құлшылық түрлерін орындау керек дегенге айтарымыз, мұсылман адам жаратушысына барлық құлшылық түрімен жақын бола алады. Алла разылығы үшін істелген барлық ізгі істері құлшылық саналады. Нақтырақ айтсақ, осы қасиетті айда мән беріле орындалатын маңызды 6 құлшылықтың түрі. Бірінші, 5 уақыт намазды сүннеттерімен бірге уақытылы оқу, және оларды ер кісілер мүмкіндігінше мешітте жамағатпен оқып тұруға тырысу. Екінші, Құран кәрім оқу. Шамасы келетіндер бұл айда Құранды 3 қайтара оқығандары абзал. Яғни, Рамазан айында 3 рет Құран хатым еткендері жақсы. Оған мүмкіндігі жоқтар ең құрығанда 1 рет Құранды хатым еткендері жөн. Құранды хатым ету дегеніміз Құран кітапты бастан аяқ оқып шығу деген сөз. Өйткені Құранның әрбір әріпіне 10 сауаптан 700 сауапқа дейін жазылатындығы хадисте айтылады. Үшінші, мүмкіндік болса, ораза ұстаушыларға ауыз аштыру. Ораза ұстаған адамға ауыз аштыру үлкен сауапты іс саналады. Өйткені ауыз аштырған адамның оразасынан алған сауабындай сауап оғанда жазылады. Қанша адамға ауыз аштырса, сонша адамның сауабын алады. Бірақ олардың өздерінен ол сауап кемітілмейді. Төртінші, садақа беру. Хадисте садақаның абзалы Рамазан айында берілген садақа делінген. Пайғамбарымыз жомарт еді, бірақ бұл айда ерекше жомарт болатын. Алла елшісінің Рамазан айында садақаны көбейтуі бұл айда садақа берудің сауабы көбірек екендігінің дәлелі. Бесінші, тарауих намазын оқу. Тарауих намазы Рамазан айына хас құлшылық түрі. Ол 20 ракағаттан тұрады. Мұны мүмкіндігі барлар мешітте жамағатпен оқып, ал күнде мешітке баруға мүмкіндігі жоқтар өз үйінде жанұясымен жамағат болып оқиды. Алтыншы, қосымша нәпіл намаздар мен зікір, тәсбихтар. Рамазан айы құлшылық айы деп айттық. Ендеше бұл айда барынша құлшылық жасап қалған дұрыс. Сол себепті қол қалт ете қалса, нәпіл намазын оқып, бос уақытымыз бола қалса, зікір, тәсбихтар тартқанымыз абзал. Күнделікті түнде тахаджуд намазын оқысақ және сәске уақыттарда 2 ракағат духан намазын қалдырмай оқып тұрсақ, нұр үстіне нұр болары сөзсіз. Аллах тағала қасиетті Рамазан айын баршамызға берекелі етіп, бұл айда ұстаған оразаларымыз бен жасаған құлшылық ғибадаттарымызға еселеп сауаптан жазсын.